Сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Гүлнұр. Сізді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Көз жанның айнасы деген сөзді бәрі біледі, ал аяқтар туралы аяқ біздің денсаулығымыздың айнасы деп айтуға болады. Табанда адамның барлық мүшелерімен байланысты рефлекторлық аймақтар бар. Рефлекторлық аймақтағы терінің күйіне, мозольдің болуына, ауырсынуына байланысты тиісті органның денсаулық жағдайын бағалауға болады. Егер сіз үнемі табанға массаж жасасаңыз, онда сіз жалпы ағзаңыздың денсаулығын нығайта аласыз. Рефлексологтар мен аяқ массажын жақтаушылары аяқтың белгілі бір нүктелеріне әсер ету ішкі ағзалардың денсаулығын жақсартуы мүмкін дейді. Бұл теорияның дәлелі жеткіліксіз, дегенмен адам денсаулығының кейбір аспектілері кейде аяқтың, әсіресе табанның күйімен көрінуі мүмкін. Аяқтарда дене сүйектерінің 4-тен 1-і бар. Олардың әрқайсысында 33 буын, 100 сіңір, бұлшықет және байламдар, сондай-ақ көптеген жүйке ұштары мен қан тамырлары бар. Видеоны бастамас бұрын қазақша каналға қолдау білдіріп, арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Қаңтар айының аяғына дейін 1000 подписчик жинауды мақсат еттім. Сіздерден қолдау күтемін. Аяқтың құрысуы және спазмы. Құрысулар дегидратациядан туындауы мүмкін. Сусыздандыру бұлшықеттерге оттегінің, электролиттердің және қоректік заттардың, әсіресе натрий, кальций, калий немесе магниттің жеткіліксіз болуына әкеледі. Бұл диуретикалық препараттардың жанама әсері болуы мүмкін. Егер серуендеу кезінде құрысулар пайда болса, бұл қан айналымы проблемаларын көрсетуі мүмкін. Сонымен қатар, құрысулар шамадан тыс жүктеме немесе жаттығулар кезінде созылу жетіспеушілігінен туындауы мүмкін. Ақырында аяқ киімнің белгілі бір түрлерін, мысалы биік аяқ киім кию, аяқтың бұлшықеттерінің спазмына әкелуі мүмкін. Үлкейген бас бармақ. Бұл бас бармақ буын аймағында зәр қышқылының жиналуынан туындауы мүмкін және подаграның болуын көрсетеді. Зәр қышқылының кристалдары негізінен дененің суық бөліктерінде жиналатындықтан бұл патологияның белгілері ең алдымен бас бармақ аймағында көрінеді. Суық аяқтар. Аяқтың тұрақты суық болуы бір қатар проблемаларды, соның ішінде қан айналымының нашарлығын, қант диабетін, гипотиреозды, анемияны көрсетуі мүмкін. Егер тырнақтар қызылдан аққа, көк түске ауысса, бұл қан тамырлары суыққа тым көп әсер ететін Рейно ауруының белгісі болуы мүмкін. Аяқтың ісінуі. Аяқтың ісінуі көптеген мәселелерді көрсетуі мүмкін. Олардың кейбіреулері өмірге қауіп төндіруі мүмкін. Қан айналымының нашарлауынан бастап жүрек, бүйрек немесе бауыр жеткіліксіздігіне, терең тамыр тромбозына немесе қан ұйылыштығына, лимфаның жиналуына және басқа ауруларға дейін көрсетеді. Егер аяқтар қызып кетсе, қызару мен қабыну болса, бұл инфекцияның белгісі болуы мүмкін. Көгеру мен ісіну, созылу мен сынудың болуын болжайды. Аяқтың ауру сезімінсіз ісінуі, денеде сұйықтық жиналып, ауырлық күшінің әсерінен аяқтарда жиналған кезде пайда болуы мүмкін. Бұл жағдайда аяқтың ісінуінің ауырлығын азайту үшін аяғыңызды отырып, жоғары көтеріп, тұзды тұтынуды азайтып, қысып тұрған киімдерді босату керек. Бұл жағдайда артық дене салмағынан арылу да көмектесе алады. Қасық тәрізді тырнақтар, ойыс тырнақтар немесе койланихия. Бұл тырнақ ауруы, онда оның табақшасы ойыс пішінге ие болады және тостаған тәрізді болады. Бұл патология сонымен қатар тамақтанудың жетіспеушілігімен, әсіресе темір тапшылығы, анемиясымен байланысты жүйелік аурудың болуын көрсете алады. Қасық тәрізді тырнақтар генетикалық аурудың, қан айналымы проблемаларының, аутоиммунды аурулардың және тірек қимыл аппаратының патологиясының белгісі болуы мүмкін. Тырнақтардың түсінің өзгеруі және емделмейтін жаралардың пайда болуы дәрігерге бару қажеттілігін көрсетеді. Тырнақтардың боялуы. Лакты ұзақ уақыт пайдаланғаннан кейін әйелдерде сары тырнақ болуы мүмкін, бірақ кейбір жағдайларда олар ауыр аурулардың болуын көрсетеді. Сонымен тырнақтардың сарғаюы туберкулезбен, бауыр ауруларына байланысты сарғаюымен, қалқанша безінің қабынуымен және тіпті синуситпен жүреді. Сонымен қатар бронхектаздың болуын көрсетуі мүмкін. Тырнақтардың әртүрлі түстері мен олардың құрылымдары жүйелік мәселелердің одан да кең ауқымын көрсете алады. Егер тырнақтардың түсінің өзгеруі немесе деформациясы косметиканы қолданумен байланысты болмаса, мұндай проблемаларды дәрігерге қаралған жөн. Аяқтың ұюы мен шаншуы. Аяқтың ұюы мен шаншуы қан айналымының бұзылуының немесе перифериялық жүйке жүйесінің зақымдануының белгілері болуы мүмкін. Қан диабетімен ауыратын науқастарда қандағы глюкозаның ұзақ уақыт бойы жоғарылауы нервтің зақымдалуына әкеліп, ол аяқтың шаншуына әкеледі. Сирек ұю мен шаншу ісіктің немесе инсульттің белгісі болады.
Аяқ буындарындағы ауырсыну бұл ревматоидты артриттің дамуын көрсетуі мүмкін. Бұл патологиямен әдетте бірінші белгі қол мен аяқтың тобық пен сирақтың буындарының симметриялы ауырсынудың пайда болуы. Ілулі немесе жылқы аяғы. Бұл жағдай табанның алдыңғы бөлігін көтере алмауымен сипатталады. Бұл жасырын бұлшықет, неврологиялық немесе анатомиялық проблемалардың белгісі, мойын немесе иық бұлшықеттерінің нервтерінің зақымдалуымен көрсетеді. Аяқ пен табанның жарақаттары. Қан диабетінің негізгі асқынуларының бірі нейропатия немесе жүйке зақымдануы болып саналады. Бұл дегеніміз патологиясы бар науқастар кейде аяқтың жарақатын сезбейді. Егер инфекция немесе одан әрі асқынулар пайда болса, жаралар мен гангренаға келуі мүмкін. Аяқта пайда болатын қан диабетінің басқа белгілері: аяқтың терісінің құрғауы, жарылуы және қабыршақтануы, қан айналымының нашарлауы. Көкшіл табандар. Медицинада бұл құбылысты көкшілдік деп анықтайды және аяқтың дұрыс емес түсінің себебі қанның оттегімен жеткіліксіз қамтамасыз етілуі екендігін түсіндіреді. Бұл симптом қанмен, жүрекпен немесе өкпемен байланысты созылмалы проблеманы білдіруі мүмкін. Ең нашары бұл жақындап келе жатқан инфаркт болуы мүмкін. Егер табандарыңыз көкшіл болып қана қоймай, сонымен қатар сізде мезгілімен ентігу, кеуде ауруы, шырыш пен жөтел немесе дене температурасының жоғарылауы болса, шұғыл түрде дәрігерге қаралыңыз. Хош иісті аяқтар. Табанда да тері бездері орналасқан, олар көбінесе жағымды иіс шығармайды. Егер аяқтан үнемі қышқыл иіс шықса, онда сізде гипергидроз болуы мүмкін. Диагноз қорқынышты емес, бірақ аса жағымды нәрсе емес. Әжелердің кеңестерін еске түсірейік. Аяғыңызды сабынмен жуыңыз. Жуғаннан кейін желдетіңіз. Шұлықты жиі ауыстырыңыз немесе терді сіңіретін арнайы аяқ киім киіңіз. Мозоль болдырмау үшін тальк ұнтағын немесе нәрестенің ұнтағын пайдалансаңыз болады. Кейбір жағдайларда аяқтың жағымсыз иісі саңырауқұлақ инфекциясының белгісі болуы мүмкін. Сондықтан егер әжелердің кеңестері көмектеспесе және иіс тұрақты болса, дәрігерге қаралған жөн. Егер аяқтың терісі құрғақ болса, қабыршақтанып жарылып кетсе, эндокринологпен кеңесіп қан анализін тапсыру керек. Онда ТТГ, ТШ, глюкоза, гликозиленген гемоглобин, жалпы холестерин, жалпы тестостерон. Эстроген деңгейі әйелдің терісінің сұлулығына үлкен әсер етеді. Шындығында эстроген деңгейі тері жушыларының жаңару жылдамдығына әсер етеді. Сондықтан эстроген деңгейінің төмендеуі терінің регенерация процестерін баяулатады. Тері тез қартаяды. Аяқтарда тері дөрекі болады. Мозоль пайда болады. Өкшелерде жарықтар пайда болып, инфекция жарықтарға еніп, қабыну процесін тудыруы мүмкін. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий жазып, маған подписка жасауды сұраймын. Қаңтар айының аяғына дейін 1000 подписчик жинауды мақсат еттім. Сіздерден қолдау күтемін. Ал ендеше бүгінгі видеомды аяқтаймын. Сіздермен болған дәрігер Гүлнұр. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.